2026 жылы қалай Малайзияға оқуға түсу туралы мен сіздерге толыққанды түсіндіріп беремін. Осы соңғы 2 жылда қазақстандықтар көп Малайзияға оқуға түсіп жатыр. Себебі Малайзияда былай айтқанда біріншіден ол мұсылман мемлекеті, екіншіден ол жерде деген оқу өте керемет, үшіншіден климат. Яғни Қытайдың орнына көбісі Малайзияға барып жатады. Сол себептен де енді бұл жерде мен сіздерге осы видеода 3 университет жайлы айтқым келіп тұр. Біріншісі Ксамен. Осы көбісі қазақстандықтар осы Ксамен университетіне түседі. Не себептен дейтін болсаңыздар, осы уақытқа дейін 2025-ке дейін қазақстандықтарға жалпы шетелдіктерге 100% грант беретін олар деген, яғни тегін оқу мүмкіндігін беретінше. Биыл 2026-тан бастап ондай грант жоқ, бірақ жеңілдікпен оқулар бар. Ол алда видеода мен сіздерге толыққанды ол туралы түсіндіремін, сондықтан видеоны аяғына дейін қараңыздар. Екінші университет APU университеті, ол былай айтқанда Ксаменмен бірге екінші университет десе болады, көп қазақстандықтар түсетін. Ол университетке түсетін себебі ол университет 2 диплом береді. Біріншісі өздерінің жаңа малазийский диплом береді, екіншісі британский диплом береді. Яғни кім 2 диплом алғысы келеді, солар APU университетіне түседі. Және де үшінші университетті, бұл үшінші университет туралы көбісі біле бермейді, бірақ оның дипломы халықаралық және білім сапасы өте керемет. Әрине жаңа екі университетке қарағанда кішкене рейтингісі төменірек, бірақ дипломы өте жақсы. Осы туралы мен сіздерге толыққанды ақпарат беремін, сол себептен видеоны аяғына дейін қарап шығыңыздар. Бірінші университет, ол жаңа айтқандағыдай Ксамен университеті. Ксамен университетіне келетін болсақ, ең алдымен рейтингісі жайында айта кетейін сіздерге. Рейтингісі көріп отқандарыңыздай 21-ші орын алады Қытай бойынша. Бұл тағы бір айта кететін нәрсе, бұл 2024 жылғы рейтинг. Өкінішке орай үлгерген жоқпын, өзгертіп көп нәрселерді, бірақ рейтингтің несі сәл ұқсас, яғни осы шамада тұр. The World University Rankings'in ішіне кіріп шықсаңыздар болады. Азия бойынша, яғни Азия мемлекеттерінің ішіне, яғни Азияның ішіне біздің Қазақстан да кіреді, соның ішіне 41-ші орын алады. Әлем бойынша 247-ші орын алады, яғни 2024 жылы деп есептеңіздер. Қытай бойынша 15-ші орын алады, яғни Ксамен университеті Малайзиядан бөлек Қытайдың өзінде де бар. Яғни бұл қытайский университет десе болады, және метод обучения бұл жақта қытайский. Сондықтан көбісі мысалы Қазақстанда түскен кезде қиналады бұл университетте, өйткені методы өте қиын және қытайлықтардың өздері де өте көп. Жалпы Малайзияның университеттері туралы айта кетейін. Бұл жерге Япониядан, Кореядан, Қазақстаннан, Ресейден, жалпы бүкіл мемлекеттен келіп оқып жатады. Яғни біз қазақстандықтар көбінесе Европа, Америка деп жатамыз ғой ше. Ол жақтағылардың көбісі осы Малайзияға оқуға түсуге келеді. Не себептен? Біріншіден ол мемлекеттерге қарағанда арзанырақ, екіншіден білім сапасы тең демесе төмен емес, яғни жоғарырақ десе де болады. Және де климатта қолайлы, және жатақхана, үй, пәтер, тамақ бәрі арзанырақ Европа, Америкаларға қараған кезде. Және де саяхатта жасау мүмкіндігі өте керемет. Мысалы қасында деген Таиланд бар, Вьетнам бар, Индонезия бар, сол мемлекеттерге барып қайтса болады, қыдырып деген сияқты. Билеттері 30-40 мың теңгеден бастап жатады. Енді жаңағы көргеніңіздей рейтингісі өте керемет. 40 мыңға жуық бала оқиды бұл университетте. 83 бакалавриаттық программалар бар, 276 магистратуралық бағдарламалар бар, 187 докторский бағдарламалар бар. Бұл жерде жаңа мен сізге айтқандағыдай алдында гранттар болған, қазір өкінішке орай ешқандай грант жоқ. Енді ақысына келетін болсақ, қараңыздар, бұл Малайзияда да дәл Италиядағыдай, яғни 1 жыл foundation жүреді. Яғни foundation дегенде көбінесе бізде қандай ой келеді? Яғни 1 жыл мен жаққа барып тіл оқимын, ағылшын тілін білмесем де, сол жақта оқып алып, сосын келесі жыл мамандықпен оқимын деген сияқты нәрсе ой болады. бірақ олай емес. Яғни сіздер бұл Ксамен университетіне оқуға түсу үшін сіздер уже ағылшын тілін біліп баруларыңыз керек болады. Яғни осы жерде мұқият болыңыздар, өйткені келесі Сити университетінде кішкене басқашалау, шатас кетпеңіздер. Яғни ағылшын тілі деңгейі сіздерде IELTS-тан сіздер 5 жинауларыңыз керек болады. Яғни IELTS 5-пен сіздер оқуға түсесіздер и 1 жыл foundation оқисыздар. Ол не foundation дейтін болсаңыздар, яғни бізде деген 11 жылдық оқу ғой, Малайзия, Италия, кейбір мемлекеттерде, мысалы Түркияда 12 жылдық оқу. Сол себептен мысалы Италия мен Малайзия, яғни былай айтқанда, ол жақта бакалавриат 3 жылдық болғаннан кейін сіздер 1 жыл foundationда оқисыз. Мысалы бізде бакалавриат 4 жылдық, бұл жерлерде бакалавриат 3 жылдық болып келеді. Сол себептен сіздер бірінші жыл
foundation оқисыздар, мысалы foundation 3 түрі бар. Мысалы foundation in science, foundation in information technology, foundation in arts and social science деп тұр. Бұл жерде сіздерге түсетін foundationдарыңыз неге байланысты? Сіздердің мамандықтарыңызға байланысты өзгереді. Және бұрында сіздер foundationға оқуға түсетін кезде тегін осы foundationға тегін түсетін едіңіздер. Осының келесі жылы бұл грантта қалу үшін сіздердің яғни GPA-ларыңыз, яғни оқу үлгілеріңізді түсірмеулеріңіз қажет болады. Егер оқу үлгілеріңіз түсіп кеткен жағдайда, сіздер былай айтқанда ақылы түрдеге ауыстырып жіберетін, яғни Ксамен университетінде осындай нәрсесі бар. Және енді бакалавриаттың бағасына келетін болсақ, мысалы Bachelor of Management on Accounting, яғни бухгалтерский ғой былай айтқанда ше. Мына жақта Malaysian деп тұр, International деп тұр. Malaysian деген өздерінің местныйлары, International деген енді шетелдік азаматтарға арналған, яғни бізге 29.000 рингит. 29.000 рингит дегеніміз, қазір калькуляторға салып есептейік, қанша теңге екен. 29.000 рингит, 1 рингит біздің теңгемен шаққан кезде 130 теңге, 128-125 теңге болуы мүмкін, бірақ мен максимальный суммамен есептен. Яғни жылдық оқу ақы 3.770.000 теңге болады бұл университетте. Бірақ біз арқылы оқуға түсетін болсаңыздар, бізде бұл университетпен договор болғаннан кейін 50% жеңілдік, яғни 50% жеңілдік дегеніміз, мынаны 2-ге бөлейік, 1.785.000 теңге болады сіздердің жылдық оқу ақыларыңыз. Және де біз сіздерді бұл университетке оқуға түсіріп бергеннен кейін, осы 2026-тан бастап айттым ғой, ешқандай грант жоқ, тек қана жеңілдік бар деп. Бірінші жыл сіздер ақылы түрде оқып, келесі жылы егер сіздердің оқу үлгілеріңіз жақсы болатын болса, грантқа ауысып кету мүмкіндігі бар сіздерде. Яғни бұл жерде конкуренция өте жоғары. Андай нәрсе жоқ, 4 жыл бойы грантта оқып жатсасыз, ең бастысы GPA-ңіз андай болсын деген нәрсе жоқ. Бұл жерде сіз деген топ 20%-ға кіріп тұруыңыз керек болады, яғни GPA бойынша ше. Топ 20-ға кіресіз ба, сіз грантқа ілініп кетесіз. Егер топ 20-дан шығып кететін болсаңыз, гранттан айырылып қаласыз деген бұл жерде түсінік бар. Ксамен университет туралы бәрі түсінікті деп ойлаймын. Университет өте жақсы, түсем дейтін болсаңыздар, осы жаққа түссеңіздер болады. Бірақ Қытай методымен бергеннен кейін оқу өте қиын бұл жерде деген. Енді көбінесе біздікілер қай жаққа түседі? Біздікілер көбінесе осы жылдан бастап, 2025-тен бастап, даже кейбір Ксамен университетінде оқып жатқан балалардың өзі осы AP университетіне ауысып жатады. Азия Пацифик университеті деп аталады. Не себептен дейтін болсаңыздар, бұл университеттің біріншіден Ксамен университетіне қарағанда көптеген артықшылықтары бар. Бірінші артықшылығы, мына жерге төмен қарай түсіп айтайын, бұл университет 2 диплом береді. Яғни 2 диплом береді бітіргеннен кейін. Бірінші диплом жаңа Малайзия дипломы, екіншісі жаңа Великобритания. Яғни Монтфорд университеті деген университеттің диплом береді. Және де бұл университеттің ешқандай да несі жазылып тұрмайды. Яғни of Malaysian деп тұрмайды. Of Malaysian деген, яғни Малайзияда оқылған деген сияқты тұрмайды. Яғни бітіргеннен кейін, как будто сіз Британияда оқып келген сияқты қылып беріледі бұл диплом ше сіздерге, мына көріп отқаныңыздай. Және тағы бір артықшылығы бұл жерде, сіздер мысалы бұл Малайзияның AP университетіне түскен кезде, бұл жерлерде 1+2, 2+1 деген сияқты программалар бар. Бұл программа не мағынаны білдіреді? Яғни сіз 2 жыл Малайзияда оқып, 1 жыл Британияда оқып қайту мүмкіндігіңіз бар. Немесе 1 жыл Малайзияда оқып, 2 жыл Британияда оқып қайту мүмкіндігіңіз болады. Және де бұл жерде оқу Британияға қарағанда арзанырақ. Мысалы, осы университетті сіз деген жаңағы сайтына кіріп қарасаңыз, бұл жерде 10 фунттан басталады жылдық оқу ақысы. Егер жаңағы осы Малайзияда оқитын болсаңыздар, енді $7,500, бірақ біздің жеңілдікпен примерно $5.600, $6.000 жобасында оқи аласыз. Яғни кейбір мамандықтар $8.000-ға дейін барады. Яғни өздеріңіз көріп отқаныңыздай, енді фунт былай айтқанда долларға қарағанда көбірек, Британияға оқығанға қарағанда, мына жақта сіздер 50% жеңілдікпен оқисыздар десе болады біздің көмегімізбен. Яғни бұл жерде мен Британияның несімен салыстырып тұрмын. Және де сіздер сол Британияға барып, 1 жыл немесе 2 жыл ауысу бағдарламасымен оқып қайтсаңыз болады. Яғни сіздерде цель Британияға оқуға түсу керек болатын болса. Және де бұл жерде енді IELTS кішкене жоғарырақ болу керек болады, 5-5, 6 болу керек болады. Осындай стандарты бар. Яғни бұл жерде де IELTS-пен түсесіздер сіздер. Және бұл жерде де сіздер 1 жыл foundation оқисыздар. Өткен жаңа айтқандағыдай, бізде Қазақстандықта 11 жылдық болғаннан кейін сіздер 12 жаңа 1 жыл foundation, сосын келесі жылдан бастап уже мамандық бойынша оқисыздар. Және мамандық бойынша сіздер 3 жыл оқисыздар. Осын тағы бір айта кететін нәрсе бар, қараңыздар. Егер қазір сіздер бірінші курста оқып жатқан болсаңыздар, бірінші курстан шығып шетелге оқуды түсуді жоспарласаңыздар, сіздер 1 жыл foundation оқымай бірден бакалавриатқа түсіп кетсеңіздер болады.
Ксамен университетінде де дәл солай, AP университетінде де дәл солай. Яғни IELTS-тарыңыз 5-те 5 жоғары болса болды, сіздер түсіп кетіп, ары қарай 3 жыл ғана оқып шығасыздар. Яғни осындай мүмкіншілігі бар. Және енді несіне келетін болсақ, университет әлемдік деңгей бойынша 597 орын алады. Және де көп шетелдіктер осы AP университетіне түсіп жатады. Ксаменге қарағанда көп шетелдіктер, жаңа кәріс болсын, жапондық болсын, жаңа Великобританияда, яғни европалықтар болсын, жаңа нелерден түсетін, жаңағы Бангладеш, Индия, Үндістан нелердің барлықтарының көбісі осы AP университетті таңдап жатады. Өйткені жаңа айтқандағыдай 2 диплом береді. Ксаменде өкінішке орай ондай мүмкіндік берілмейді. Бір ғана дипломмен шығасыздар. Және де бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, Ксамен университетіне қарағанда, Ксамен университетінің әрине рейтингісі жоғарырақ, бірақ Ксамен университетіне қарағанда бұның артықшылықтары: мұғалімдер көбінесе шетелдік, көп мұғалімдер шетелдіктерден тартқан. Ксамен университетінде көбісі мұғалімдер қытайлықтар. Яғни ағылшын тілде өткізеді, бірақ ағылшын тілдерде кішкене енді былай айтқанда несі бар, акценттері болады. Бұл жерде көбінесе Британиядан, Европа мемлекеттерінен алдыртқан болады. Және трудоустройствосы Ксамен университетіне қарағанда жоғарырақ, және Сити университетіне қарағанда да жоғарырақ болады. Бұл университеттерден осындай артықшылығы бар. Жаңа Ксамен университетінде де, Сити университетінде де трудоустройство бар, бірақ бұл жерде артықшылығы олардан жоғарырақ. Яғни бұл университетті бітіргеннен кейін сіздер компаниялар өздері қол аяқтарыңызбен жұлып алып кетеді десе болады ше. Вот осындай нәрселер бар. Және 13 мыңға жуық несі бар, студенті бар, ауысу бағдарламалары бар. Ксамен университетінде де бар ауысу бағдарламасы, жаңа Сити университетінде де бар. Енді өте керемет университет. Енді келесі университет, мен сіздерге түсіндіргім келіп отқан, ол жаңағы Сити университеті. City University of Malaysia. Бұл да 84 жылы құрылған университет. Бұл университетте өте жақсы, рейтингісі өте керемет. Әрине жаңағы кімдер сияқты, Ксамен мен AP сияқты емес, әрине, бірақ одан сәл төменірек болса да, бірақ біздің қазақстандықтардың Казгу университеттермен, басқа да университеттермен бәсекелестеледі десе болады. Және де бұл университеттің бір айта кететін нәрсесі, бұл жерде оқу арзанырақ. Почти Ксамен университетіне қарағанда да, жаңағы AP университетіне қарағанда да 2 есе арзанырақ десе болады. 3000-4000 доллардың арасында жылды оқу ақы. Яғни ағылшын тілде тоже халықаралық диплом керемет, яғни Малайзияда оқығым келеді дейтін болсаңыздар, осы Сити университетін қарастырсаңыздар болады. Бұл университетте жаңа айтқандағыдай ауысу бағдарламалар бар, Erasmus пен Европаға кетіп қалсаңыздар да болады. Бұл университетте де білім сапасы өте жоғары. Жаңағы мен айтқандағыдай тура жаңағы AP мен Ксаменде берілетін мүмкіндіктер сияқты, бірақ бір артықшылығы, тағы мен сіздерге қазір мына жерде брошюрадан ашып көрсетейін, бір артықшылығы бұның неде? Бағасында. Бұл жерде бірінші артықшылығы неде дейтін болсаңыздар, ағылшын тілін білмесеңіздер де сіздер оқуға түсе аласыздар. Яғни жаңағы бірінші 2 университет сияқты APU, жаңа Ксамен университетінде мысалы ағылшын тілін білуіңіз қажет болады ғой, мысалы IELTS қажет деген сияқты. Бұл жерде IELTS қажет емес. Тіл білмесеңіз де сіздерді бірінші жылы фаундейшнға оқуға түсіріп береміз. Яғни сіздер тіл білсеңіздер де фаундейшнға түсесіздер, бірақ фаундейшн жаңағы не сияқтыға түсесіздер сіздер, по специальности түсесіздер деген сияқты нәрсе да. Немесе жаңағыдай тіл білмесеңіздер де фаундейшнға түсесіздер, бірақ ол жерде жалпылама фаундейшн, то есть жалпылама ағылшын тілін үйренуге, с нуля үйренуге түсесіздер. Және де бұл жерде ағылшын тіліне сіздер грантқа түсесіздер. Мына жерде көріп отқансыздар, full scholarship деп тұр. Бір жыл оқисыздар, бір жыл бойы оқыған бойы сіздер тегін ағылшын тілін оқып шығасыздар. Жаңағы IELTS-ыңыз бар болып та түссеңіздер, тегін оқисыздар, білмей с нуля оқитын болсаңыздар да тегін оқисыздар, разница жоқ. Бірақ бұл жерде бір айта кететін нәрсе, сіздерде бастапқы жылда кішкене визовый сбор көбірек шығады. Яғни мына деген не деп тұр? Fees деп тұр, сарымен көрініп тұрсыз. Visa application fee, international fee, completion processing fee деп тұр. Total дегенге қарай, яғни общий сіздер қанша төлейсіздер? 12.150 рингит төлейсіздер. Енді теңгемен қанша теңге төлейтіндеріңізді есептеп берейін. 12.150, ол дегеніміз 130-ға көбейтетін болсақ, 1,5 миллион теңге, 1,600,000 дейікші, 1,600,000 теңге, ол деген былай айтқанда жаңағы неге төленетін нәрсе? Жаңағы визаға төленетін нәрсе. Бірақ ол бірінші жыл ғана төленеді олай. Келесі жылдар олай болмайды. Мысалы, келесі жыл бакалавриатқа кіретін болсақ,
мысалы бакалавриаттар, мысалы Bachelor of Graphic Design деп тұр, мысалы ше, біздің жеңілдікпен 50% жеңілдікпен 4750 рингит болады. 4750 рингит дегеніміз, қазір мен сізге есептеп берейін қанша болатын. 4750 рингит дегеніміз көбейтілген 130, ол 617 мың теңге болады. 617 мың теңге 617 мың теңге, плюс мына жерде сіздерде тоже визовый сборлар бар. Міне көріп тұрсыздар, visa application fee, international fee, completion processing fee, яғни 3650 рингит болып тұр. Мына жоғарғысында міне көріп тұрсыздар, 12 мың рингит болатын болса, мына жақта уже 3 есе азырақ. Осыны былай ескерсеңіздер өтініш. Азырақ, мына жақта енді 617 мың теңгені шақтық қой, 620 мың деп несек, 3650 рингит ол визаның ақшасы, 130 мыңға көбейтетін болсақ, 474 мың теңге, жаңағы плюс 620 мың теңге біздің жеңілдікпен. Бакалавриат келесі жылдан бастап сіздерге 1 миллион теңге болады. Яғни ана университеттерге қарағанда арзанырақ, яғни қол жетімдірек десе болады. Бұл EPI университет. Дәл солай бұл жерде магистратурада бар. Енді өздеріңіз көріп отқандай 3 университетке де оқуға түссеңіздер болады. Жалпы Малайзия университетіне не себептен көп түседі десеңіздер, Малайзияға кезінде олар Британия былай айтқанда өздеріне білімін не істеген, ашық есік ашып, яғни британиялық білім беру жүйесін кіргіздірген. Одан бөлек жаңа қасында Қытайдың білім беру жүйесін кіргізгенде, сол себептен бұл жерде білім беру сапасы өте жоғары. Яғни көп Европа мен көп мемлекеттермен бұл жер ценится етеді. Сол себептен мысалы Жапония, Корея, Қытай, мысалы ше, үндістер, мысалы көбісі мысалы СНГ мемлекеттерде осы Малайзияға оқуға түсіп жатады. Неге? Өйткені Европаға қарағанда 2 есе арзанырақ, өмір сүру арзанырақ, жаңағыдай тамақ, бүкіл нәрсе арзанырақ, және оқуға түсу де оңайырақ. Мысалы жаңағы Британия, Европаларға мысалы нелерге TOEFL, IELTS, мысалы IELTS 6, 6, 5, 7 сұрап жатады. Мысалы экономикалық мамандықтарға, инженерлерға 6 сұрап жатады, медицинскийларға мысалы 7,5, 8 сұрап жатады. Бұл жерде ондай нәрсе жоқ. Бұл жерде 5-те 5-тен жоғары деген сияқты нәрселер болады ше. Енді видео пайдалы болды деген үміттемін. Таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңа көргендеріңізге толыққанды түсіндіріп, қолымнан келгенше түсіндіруге тырыстым қазақи жалпақ тілмен. Кім биыл 26 жылы оқуға түскісі келеді, бізге тегін разборға кірсеңіздер болады, сіздерге полностью разбор жасап бере аламын, қай университетке түскен сіздерге тиімдірек болады деген сияқты. Жалпы Малайзиядан бөлек біз Қытайға, Турцияға, Италия, Чехияға оқуға түсіреміз. Яғни осы 5 мемлекеттің қайсына түсу мүмкіндігін жоғарырақ болады, сол жағын бәрі тегін разборда айтып бере аламын. Және де бізде ол туралы чек-листтер де бар. Чек-листті бізден сатып алып өз бастарыңызбен тапсырып көрсеңіздер де болады, немесе біз арқылы түссеңіздер де болады. Бірақ біз арқылы түсетін болсаңыз, жаңа айтқандағыдай жеңілдіктер ала аласыздар. Жаңа бізде енді компания болғаннан кейін бұл университеттермен договорға отырғанбыз. Бұл договорға отырғаннан кейін бізге олар 50%, 25%, 75% жеңілдіктер жасап отырады. Төменгі жақта WhatsApp номер тастап кетемін, және Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде де мен университеттер жайлы, мүмкіндіктер жайлы айтып отырамын. Қош, сау болыңыздар.